Құрметті әріптестер, сіздер білесіздер, осы аптаның дүйсенбі күні онлайн сауалнама жүргізген болатынбыз осы Алматы қаласы педагогтерінің арасында. Сол онлайн сауалнаманың нәтижесінде біз қазір белгілі бір қолымызға анықтамалар түсіп отыр. Оның ішінде осы Kahoot бағдарламасын үйренгім келеді деген 813 адам өз өтінішін білдірген екен. Сол сіздердің өтініштеріңізге қарай біз осы семинарды ұйымдастырып, бүгіннен бастап осы семинарды ұйымдастыруды, өткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан қазір бізде 236 адам қатысып отыр. Осы семинарға, яғни Kahoot бағдарламасын үйренгім келеді деген өтініш білдірген адамдар. Яғни мен осы семинарды ұйымдастырмас бұрын методистермен, директордың оқу ісі жөніндегі әдіскерлермен, орынбасарларымен сөйлескен кезде ол кісілерге айтқан болатын, бүгінгі семинар қазақ тілінде жүргізіледі деп. Сондықтан қазақ аудиториясы, қазақ тілді аудиторияны күтеміз бүгінгі сабағымызда. Яғни осы тақырыпта орыс тілінде біз келесі жолы өткізетін боламыз. Оны әрине біз уақытында алдын ала сіздерге ескертіп айтамыз. Сондықтан тағы бір айтатын дүние, осы сауалнама негізінде бізде Bandicamнан 1171 адам үйренгім келеді деген Bandicam бағдарламасын өтініш түсті. Сонымен қатар Camtasia Studio 1208 адам үйренгім келеді дейді. iScreen Recorder бағдарламасын 793 адам, Prezi бағдарламасын 636 адам, Google Forum бағдарламасын 1524 адам. Солай бізде бағдарламалар көп, яғни ProProf 935 адам, Kahoot 813 адам, GoConquer деген бағдарламаны 484 адам, Quizlet бағдарламасын 1391 адам, Online TestPad бағдарламасын 1616 адам, Etrenity деген бағдарламаны 559 адам, және Teslaboy деген бағдарламаны 354 адам өз өтінішін білдірді. Яғни осы бағытта енді біз әрі қарай жұмысымызды жасайтын болармыз. Неге мен бүкіл бағдарламаны айтып өттім? Мүмкін осы сіздердің іштеріңізде осы бағдарламалар тағы да қосымша бағдарламаны үйренгісі келетін адамдар бар шығар деп айтып отырмын. Құлақтарыңызда жүрсін деп. Сондықтан енді бүгінгі біздің семинарды осы Kahoot бағдарламасын Политехникалық колледжінің оқытушысы Жансая Бақытбекқызы сіздерге үйретіп, яғни нақты қазіргі таңда не жасауға болады, оңай әдістерін көрсетіп өтетін болады. Сондықтан осы жерде сіздерге сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңызда осы бүгінгі алған білімдеріңізді әрі қарай жұмыстарыңызда ұштастыра білсеңіздер, ұштастырып жүрсеңіздер деген тілегім бар. Жақсы, олай болатын болса, Жансая Бақытбекқызы, сізге сөз кезегі өзіңізде. 255 адам қазір сізге жаңағы өтінішпен келіп, сіздің семинарыңызды көргісі келіп отыр. Сондықтан сөз кезегі өзіңізде, жалғастырсаңыз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар, мен даусым естіліп тұр ма сіздерге? Баяу естіліп тұр. Сәл қатты. Я қаттырақ сөйлесеңіз дұрыс болар еді. Қазір естіліп тұр ма? Әлі де баяу. Менікімен салыстырғанда қалай естіліп тұр? Сіздердікі маған жақсы естіліп тұр. Нашарлау естіліп тұр. Қазір жақсы естілді ме? Жақсы естілді. Дұрыс. Жақсы, онда сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар. Бүгін біз Kahoot бағдарламасының мүмкіндіктерін қашықтықтан оқытуда пайдалануды үйренеміз. Яғни біз бүгін нені үйренеміз? Жоспар бойынша Kahoot бағдарламасында тапсырмалар құрастыру, Kahoot бағдарламасын онлайн сабақта қолдану, яғни Zoom-да, тағы басқа онлайн конференцияларда қалай тестімізге жауап ала аламыз. Үшінші сұрағымыз Kahoot бағдарламасында құрастырылған тапсырмаларды үй жұмысы ретінде беру, қалай береміз? Және де қорытынды ол сіздердің сұрақтарыңыз. Онда бастайық. Және де Kahoot бағдарламасын барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Және де көптеген сабақтарда қазіргі таңда қашықтан оқыту барысында көптеп қолданылатын қосымшалардың бірі.
Мына жерде сіздерге қосымша материал дайындап қойдым. Бұл жерде видео урок, видео сабақ, презентация, және де қалай кіру керек, қалай тапсырма беру керек, және де қалай тест создавать ету керек. Соның барлығы осы QR код арқылы сканировать етіп алсаңыздар болады. Барлығы дискта сақталған. Сканировать етіп аласыздар ма? Сұрақтарыңыз болса, қойып отырыңыздар. Қандай неге кіріп скан жасау керек, соны түсіндіріп өтсеңіз? Телефондарыңызда егер Android болса, бүкіл Android'та сканировать деген қосымша не бар, приложение бар, сол арқылы сканировать етіп алсаңыздар болады. Иә, суретке түсіріп алдық. Суретке түсіріп алдыңыздар ма? Жақсы. Кейін бұл презентацияны берсек болады деп ойлаймын, иә, Гүлнар Жайлауовна. Сол жерден өздеріне керегін алар оқытушылар. Иә, әрине. Жақсы. Жансая Бақытбековна, жалғастыра беріңіз. Дауысыңыз шығып жатқан жоқ, Жансая Бақытбековна? Мен Google Chrome'да пайдаланамын, өйткені өте тиімді браузердің бірі болып табылады. Перевод жағынан тез переводтайды, аударады. Қазір Kahoot деп Google Chrome'ға терген кезде бізде екі нұсқа шығады. Кім жасап отыр? Так, екі нұсқа шығады. Біріншісі Kahoot.com, ол бізде Kahoot.com деген, осы жерде біз тест, жаңа сұрақтарымызды жасай аламыз, өзіміздің профилдарымыз осы жерде сақталады. Ал екіншісі Kahoot IT деп тұр ғой, осы көріп тұрсыздар ма? Kahoot IT деген, ол бізде мысалға балаларға пин берген кезде осы арқылы кіріп компьютердан тест сұрақтарына жауап бере алады. Қазір бұл бізге керек болады. Енді екінші. Әріптестер, сіздерге бағдарламасы ағылшын тілінде беріледі. Оның тілін ауыстыру үшін ең бірінші тілін ауыстыруды көріп алады. Мына жоғарыда Translate-тің белгісі көрсетіліп тұр. Оны қою үшін мына жерде Google Chrome'да 3 настройканың белгісі бар. Сол жерге басамыз. Сол жерден настройканы таңдаймыз. Таңдаймыз. Бұдан кейін мына жерде дополнительный бар. Дополнительный тілдер бар. Тілді таңдаймыз. Сол жерде Google Chrome'ға кірген кезде, қандай да бір сайтқа, бағдарламаға кірген кезде сіздің жаңағы ағылшын тілді программаңызды автоматты түрде орыс тіліне немесе өзіңіз белгілеген тілге аударып береді. Оны яғни осы жерден автоматты түрде қоюға болады. Және де сіз әр кез кірген сайын орыс тілінде аударылып тұрсын деген белгіні қойсаңыз да болады. Мына жерде жазылған. Неге қазақшаға қоймайсыз? Қазақша. Мен қазақша қалай қойды көрсетейін. Қазақшада мына жерде ең жоғары жағында транслейттің белгісі бар, аударудың. Сол кезде сіздерде екі нұсқа шығады, ағылшын, қазақша. Және де менде мына жерде белгі тұр, всегда яғни ағылшынға сразу, ағылшыннан қазақшаға аударыңыз деп. Сонда белгі қойып қойғам. Және де сіз егер қазақшаның нұсқасы ұнамаса, онда орыс тіліне қойсаңыз болады. Ода мына жерде выбрать другой язык деген бар. Сол жерден русский язык таңдап қойсаңыз болады. Бүкіл тілдер бар. Көрініп тұр ғой, иә? Орыс тіліне аудардым. Автоматты түрде орыс тіліне аударылады. Және бұның артықшылығы неде? Яғни Kahoot бағдарламасына кірген кезде сіздің программаңыз автоматты түрде орыс тіліне немесе қазақ тіліне аударылады.
сізге жұмыс істеуге өте ыңғайлы болып табылады. Так, енді сізге осы тіл туралы түсінікті ме сіздерге? Түсінікті. Мына жерде қазақ аудиториясы отырғандықтан қазақ тілінде деп көрейік те, бәрін русскийға емес, қазақ тіліне ауыстырайық. Сосын мына жерде всегда переводить английский, жаңа ағылшын сайттарын всегда жаңа орыс тіліне немесе қазақшаға аударып қойыңыз деген белгіні қойып қойған дұрыс болады. Сол кезде сіз мышканың оң жағын басып, перевести деп на русский или на казахский деп ручной жұмыс жасамайсыз. Аха, рахмет. Түсінікті. Мен қайтадан қазақша аударам. Мына жерде мен негізі орысша қолданамын, потому что Google Translator'дың қазақшасын өздеріңіз білесіздер қалай аударатынын. Соған байланысты мен орысшасын қолданамын. Енді ең алдымен кіру үшін қазір мына жерде кіру батырмасы бар. Сол кіру батырмасы арқылы кіресіздер. Менде уже готовый аккаунт, готовый жасалған жұмыстарым бар осының ішінде. Енді қазақшадан атым осылай өзгеріп кетеді. Енді біз бүгін тест жасап көрейік. Ол үшін мына жердегі батырманы басамыз, жасау, қазір жаңарту, және де есептер, сіздің жасаған жұмыстарыңыздың бүкіл тізімі тұрады. Одан кейін Kahoot дегенде бір басқа адамдардың, авторлардың жұмыстары тұрады. Қазақша, ағылшынша, жаңа басқа тілдерде. Бұл дайын платформа уже. Барлық мұғалімдердің сақталған, жинақталған материалдар бар бұл жерде. Соны өздеріңіз мысалға редактировать етіп қолдансаңыздар болады. Енді бір тестті задание жасап көрейік. Сіздерге түсініксіз болмай жатса, сұрақ қойсаңыздар болады маған. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай үлгі ретінде қойсаңыздар болады. Мына коронаның белгісі бар, ол бізде платный болып табылады, ал коронаның белгісі жоқ, ол бізде бесплатный қосымша жаңағы нұсқалары. Енді жаңа тест заданиясын жасап көрейік, тапсырмасын. Міне бізде осындай жаңа окно ашылады. Сосын мына жерден біз қазір бір сұрақ жасайық. Мысалға Қандай сұрақ жазды? Қазақстанның астанасы деп шағым. Кешіріңіздер, қосылып бірге істеп отқандар бар ма мына жерде? Не болмай жатыр қой, кіріп ағылшын тілінен қазақша. Мен даже скачать етіп үлгердім. Бұл жерде белгі бар ма жоғар жақта? Google-мен кірсеңіздер белгі болады мына жерде. Google-мен кірдік, потом үстін басатын жерде Google Translate-тің белгісі болады. Көрдіңіздер ме? Нет, сначала сам Kahoot скачать же надо. Скачать не надо, через Google-дан кірсеңіздер болады. Тесттер, мен қазір сіздерге мынандай ұсыныс жасағым келіп отыр. Қазір Болсаң әлі алып кеп көрсет. жалпы көрсетіп өтсін, сосын осы ссылкасын сіздерге барлығыңызға жіберіледі. Методик арқылы. Үйден асықпай отырып. Түсіндірсінші, кейін өздеріңіз жасайсыздар. Уақыт созылып кетеді, бізде келесі жиналысымыз бар. Түсінікті. Даусыңыз естілмей қалды, Жансая? Қазақстанның астанасы. Енді мына жерде 4 вариант болады. Бірінші мысалға. Бірінші дұрыс вариантын жазайық. Нұр-Сұлтан деп. Егер бұл вариант дұрыс болса, дұрыс жауап деген белгіні басасыздар. Сол кезде ашылады бұл. Одан кейін екінші жаңағы дұрыс емес нұсқаларын белгілейік. Алматы мысалға. Шымкент и Астана деп қойық. Осы 4 нұсқаны белгілейміз. Және де мына жерде сіздер жаңа көп таңдау немесе бір таңдау деп қолдансаңыздар болады. Мына жерде корона белгісі бар, только бір аптаға ғана бесплатно. Ал бірақ тест нұсқасын жасау, барлық түрде жалған, ақиқат деген осындай тест нұсқасын жасау бесплатно. Енді бұл жерге тағы да сол өзіңіздің сұрағыңызға байланысты
сурет қойсаңыз болады. Мен мына жерден осы бағдарламаның архивінде суретті қояйын. Қандай нұсқада қоятындарыңыз мына жерде барлығы көрсетіліп тұрады. Мен бірінші түпнұсқасын пайдаланамын. Енді екінші сұрақ қосу үшін, мысалға мына жерде сұрақ қосу тұр. Одан кейін сұрақ банкі бар. Мына жерге басқан кезде жаңағы басқа авторлардың сұрақтарын іздеп көрсеңіздер болады. Мысалға қазір мен Астана деп жазып көрейін. Мына жерде менде бір сұрақ пайда болды, Астана. Оның варианттар Қазақстан, Сербия, Ирландия деген варианттар бар. Соны қосамын. Мына жерде менде автоматически уже викторина қосылады, сұрақ қосылады. Одан кейін тағы да іздеп көрсем болады мына жерден. Ең суық Астана, мысалға. Әлемдегі ең суық Астана деп осындай сұрақтарды қосып алсам болады тағы да. Көріп тұрғаныңыздай, уже менде 3 сұрақ пайда болды. 2 сұрақ басқа бір автордың сұрағын қосып алдым. Көріп тұрсыздар ма? Көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрініп тұр. Иә, көрініп тұр. Енді осы сұрақтарымызды жасадық. Осы 3 сұрақ бізге пока жеткілікті деп ойлаймын. Тағы да бір сұрақ бар. Қосатын бесплатны. Қазір көрейік оны. Ол шын немесе жалған деген. Осы сұрақты қоссаңыздар болады тағы да. Ажара. Ажар. И мына жерде белгіні қоясыздар. Автоматты түрде true, false деген. Мен true деген белгіні қойдым. Енді осыны тексеріп көреміз. Орындалды. Сақтап жатырмын қазір. Мына жерде қазір ойнаңыз деп тұр. Егер сіздер компьютерде отырсаңыздар, немесе телефондарыңыз қасында болса, қазір ойнап көрсек болады. Қалай қарайсыздар? Давайте. Ойнайық. Мына жерде қараңыздар. Енді мен үшінші сұрағыма жауап беріп кете аламын бұл жерде. Мына жерде қазір мысалға онлайн ойнауға болады, ал екіншісі тағайындауды басқан кезде сіз бұл тапсырманы үй жұмысы ретінде ссылка ретінде берсеңіз болады. Ссылкасын көшіріп алып, жаңағы керекті WhatsApp арқылы немесе портал арқылы жіберуге болады. Енді үйрету. Бастай беріңіз, аха. Бастайық енді. Енді сіздерге только сұрақтың нұсқалары пайда болады. Қазақстанның астанасы. Сіздер телефондарыңызда немесе ноуттарыңызда белгілесеңіздер болады. Менде, егер мен осылай көрсететін болсам онлайн, ол кезде менде бүкіл сұрағы варианттарымен көрсетеді, ал сіздер телефонмен отырсаңыздар, только варианттар ғана көрсетеді. Белгіледіңіздер ма? 9 адам дұрыс жауап берді, Нұрсұлтан деп. Енді келесі. Балдары автомат түрде саналады. Келесі. Бұл жерде жылдамдыққа байланысты, жылдамдық тез жауап берсеңіздер. Астана. Екінші сұрақ. Бұл жерде Кахутта еще сұраққа секунд қойсаңыздар болады, 20 секунд, 10 секунд деп. 14 адам жауап берді. Динара жылдам жауап берді. Келесі. Ең суық Астана. Оны адам жауап берді. Фатима бірінші орында.
Енді соңғы сұрағымыз. Алматы әсем қала ма? Көріп тұрғаныңыздар автоматты түрде қазақ тіліне ауысады. Он жеті адам дұрыс жауап берді. Үшінші орында Ару, екінші орында Динара, бірінші орында Фати. Осындай қызықты дизайнмен жасалған Kahoot. Балаларға да, бізге де дауысы да, анимациясы да өте қызықты. Енді мына жерде менде есептер деген бар. Есептерге кіремін. Ол жерде бүкіл сіздің жасалған жұмыстарыңыз көрініп тұрады. Енді осыны үй тапсырмасы ретінде беру керек. Жаңағы жұмысыңызды басқан кезде автоматты түрде осындай сізде жаңа окно басылады. Сол кезде сіз осы берілген ссылканы көшіріп алсаңыз болады. Көшіріп алып, через Classroom, Microsoft Teams арқылы, Remind арқылы жіберсеңіз болады. Немесе через WhatsApp портал арқылы жіберсеңіз болады. Қазір мен бір вариантын сіздерге көрсетейін, ссылка арқылы қалай істеу керек. Менде мысалға дайын портал. Мен бұл жерге тапсырма қосамын кері байланыс ретінде. Жаңағы ссылкамды қоямын. И сақтаймын. Қазір көрейік. Менде астында пайда болды кері байланыс. Енді студент келіп өзінің парақшасын ашқан кезде бұл жұмыс шығып тұрады. Және де студент осы ссылканы басқан кезде автоматты түрде бөлек жаңағы браузерден ашылады. Егер сіз ссылкамен жіберетін болсаңыз, сізден пин сұрамайды. WhatsApp-қа ссылканы қалай жіберу керек, соны көрсетесіз онда тағы да. Ау? WhatsApp-қа ссылканы қалай жіберуге болады? Қазір енді WhatsApp-ты біз жақсы қолданып жатырмыз ғой. Оқушылар кейбіреулер платформаға мүмкіндігі жоқ балалардың кіруге. Мен мына жерде телефонмен ноутбукты бірге қолданып тұрған соң Telegram арқылы көрсетейін сіздерге. Осылай жібереді, студент осылай қабылдайды да, ары қарай жаңағы берілген сұрақтарға байланысты жауап береді. Жаңағы берілген сұрақ менде автоматты түрде қанша процентке, қанша сұраққа дұрыс жауап бергені көрініп тұрады. Оны мен мына жерден көре аламын, жаңағы бердім ғой тапсырманы. Соның астында кім қанша процентке жауап бергені көрініп тұрады. Жаңа Жонс деген 20%-ке мынанша 1763 балмен жауап берген. Енді осыны бізге көшіріп алу керек. Егер сізде 13 адам болса, мысалға, жерде менде 13 адам, мысалға философияға 13 адам жауап берген, соның результатын көрейік. Оны жүктейміз, жүктеген кезде Excel форматта жүктелінеді.
Ашылды. Көріп тұрғаныңызда Excel форматта қанша адам, қанша процентке жауап берген барлық көрініп тұрады. Бұның бір жақсылығы, бір жақсы несі, мына жерде бүкіл тізімі шығарып тұрады. Қанша сұраққа 11 сұраққа жауап берген, 4-еуі қате, дұрыс емес. Аманғали 10 сұраққа жауап берген, оның 5-еуі қате, барлығы таблица бойынша көрініп тұрады. Көрініп тұрмас сіздерге? Сіздер артық жұмыс жасамайсыздар, тест создавать еткен соң, балаларға бересіздер, бүкілін жаңағы Excel-да бүкілін сіздер үшін программа уже создать етіп отырады. Одан кейін, мына жерде бөлінген қанша балға, қанша процентке барлығы жауап берген. Тағы бір артықшылығы бұның. Мысалға, әр оқушының қай сұраққа қате жауап бергенін қарап, анализ жасауға болады. Көрініп тұрма сіздерге? Қызыл белгісі ол сұраққа қате жауап берді деген сөз. Көрініп тұр ғой, сіздерге түсінікті ма? Кімнің қате жауап бергенін қалай көруге болады? Ол қызыл белгімен белгіленіп тұрады. Баланың аты жөні көрінбей ма бұл жерде? Көрініп тұр, міне, аты жөні барлығы көрініп тұр. Бүкілі қанша сұраққа дұрыс жауап бергені, қанша сұраққа қате жауап берген барлығы көрініп тұрады. Все, хорошо, жақсы, я көрініп тұр. И қанша скорость бар ғой, минутына қаншаға жауап берген барлығы көрініп тұрады. Енді үй тапсырмасын көрдік, енді жаңа телеграммен көрейік. Көрініп тұр ғой, мынаны мысалға WhatsApp ретінде қарастырсақ, бір группаға жіберу керек, или бір балаға мысалға. Ол үшін жаңағы біздің ссылкамызды көшіріп аламыз. Мынаны көшіреміз. Одан кейін автомат түрде уже ссылкасы көшіріледі. Одан кейін телеграмға барамыз. Қоямыз. Көрініп тұр ма сіздерге? Я көрініп тұр. Осылай жіберсеңіздер болады. И мына WhatsApp-та, Telegram-да берілген ссылкалар автоматты түрде доступны болады, балалар кіріп, жаңағы тесттерін орындаса болады. Енді мынандай сұрақ пайда болды, жаңа онлайн, жаңа біз Zoom-да ойнап көрдік, ыңғайлы. Енді бұл жерде ноутбуктың да, смартфонның да екеуі бірдей қажет бола ма деген сұрақ пайда болады да. Ол кезде мысалға, егер сіз ноутбукпен отырсаңыз, онда тағы да бір Google Chrome ашасыз жанына. Сол жерден жаңа мен айтқан Kahoot IT-ді ашасыз. Kahoot IT-ді ашып, екінші бетіне мұғалімнің берген жаңа Zoom-да өтіп жатқан нұсқасын Zoom-да ашамыз. Көрініп тұр ма сіздерге? Zoom-да ашып, жаңағы екі окноны бірдей қоямыз. Бір-біріне кедергі жасамайтындай қылып.
мысалға мына Excelді Zoom деп қарастыратын болсақ, мынаны жаңағы студенттің оқушының браузер деп қарастыратын болсақ, мына жерде осы жерде көрсетілген, мұғалім көрсетілген, онлайн көрсетілген кодты осы жерге теріп, онлайн жауап бере алады бір қосымша арқылы. Немесе жаңа телефон арқылы тапсыруға болады. Қалған сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Яғни WhatsApp-қа қалай жіберу керек, жаңа Telegram арқылы қалай жіберу керек, көрдіңіздер ма? Ол кісі Google Chromeға кірдіңіз де, сіз кіріп барып, сосын кейін Telegram веб арқылы, WhatsApp веб арқылы жіберуге болады. Сол нелер арқылы кіріп, сосын кейін өзінің телефонынан да рұқсат алатын беді, ол жерде солай болатын еді ғой, настройкасына кіріп па, солай? Егер сізде мысалға WhatsApp арқылы, менде сол телефоннан рұқсат алу керек болып тұрды, через QR-код сканировать етіп, егер WhatsApp веб арқылы кіретін болсаңыз, сканировать етіп, ашып, одан кейін бар болса жіберсеңіздер болады. Менде на Telegram автомат түрде настройка жасалған. Сосын мына жерде жаңа Kahoot-та бүкіл жаңа авторлардың жұмыстары бар. Ол жаңадан кірген адамдарда сол авторлардың жұмысы көрініп тұра ма? Бүкіл авторлардың жұмыстары көрініп тұрады. Сіз соны көшіріп алсаңыз болады. Бірақ көшіріп алған кезде редактировать ету керек. Мен мысалға жаңа осы мұғалімдерді бағалау апталық 20-20 дегенді көшіріп алдым. Ол менде уже шығып тұр. Әртүрлі тапсырмалар бар, сабақтарға, пәндерге байланысты. Негізі Kahoot жеңіл программа, жеңіл қосымша, кішкене кіріп, былай шұқылап көрсеңіздер, барлығы түсінікті. Ең басты білу керек мына жерде қалай тест создавать ету керек, одан кейін создавать етілген нәрселерімізді, дүниелерімізді қай жерден көреміз, және қалай береміз, сол кнопканы біліміз керек, одан кейін жаңағы авторлардың жұмысы қай жерде сақталады, соны біліміз керек. Мына жерде үйге деген знакпен тұр ғой, ол жерде не сақталады? Үйге деген ба, ол жаңағы несі шығады? Kahoot-тың главный экран шығады. Домой деген ғой орысша. Домой деген ғой. Осылай шығады. Менің данныйым тұрады осы жерде. Сосын қараңыз, тапсырма берген кезде, тапсырманы мысалға күн бойынша берсе, бір күнге, 3 күнге, немесе 2 күнге, бір аптаға берсеңіз болады. Мен бір тапсырманы 3 күнге беріп қойғам, 3 күн сағатымен барлығы көріп тұрады. 11 мен ЕК-12-нің 17 числодағысы ашылмай қойды. Ол кезде менің эдукейшн жоқ болатын, 2 апта бұрын, 2 апта телефон. Соны Елена айттым. Одан кейінгі цифрлар, 17-сіне кейінгі цифрлар, қақынша деп қойдым. Біз оларды сағамыз ғой. Сосын кейін, ана нені... Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Мына кісіге сұрақ қойып жатыр ма деп түсініп қалдым. Айгүл деген кісі, сұрақ қойып жатсыз ба? Текущий ведомстве. Еще отдельно... Микрофон қосылып қойған ғой. Жоқ, микрофон қосылып тұр жайғаны. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Кешіріңіз, сізге сұрағым. Жаңа өзіңіздің платформаңыз жайлы көрсетесіз бе мен? Ол колледждің платформасы ма? Сабақта қолданатын. Ол жоқ, жеке сіздікі ме әлде жалпы колледждің платформасы ма? Жеке менікі. Ол қалай деп аталынады? Мен жұмыстарым ба? Жаңа сіз бір платформаны көрсеттіңіз ғой бізге, кері байланыс деген. Ол бізде... Жансая Бақытбековна, сіз модулды көрсеттіңіз ғой? Модул платформамыз біздің. Ол колледждікі, е? Колледж жұмыс жасайтын. Мына жерде бізде кері байланыс жасайтын WhatsApp-ымыз, барлық нәрселер, зертханалық жұмыстарымыз, одан кейін
барлығы көрсетілген, балалар қашан жасау керек. Одан кейін онлайн чатымыз бар, бізге сұрақ қоятын. Барлық жағынан Word, Microsoft Word, сондай презентация, видео барлығын қабылдай береді. Мен сізге личный кабинетті көрсетейін. Мен беретін пәндер, соның группалар тұр. Осы мына тұрған барлығы мен беретін группаларға арналған пәндер. Түсінікті, рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыз ба? Мен Kahoot-ты сабақта қолданатын едім. Онлайн қалай байланыстыратым мынаны? Мен кеште қосылдым. Жаңа біз байланыстырып көрдік қой онлайнда. Көрдіңіз ба? Кешіріңіз. Иә, былай болды, жаңа сіз Zoom-да ашасыз ғой, совместный использование жасайсыз. Совместный использование жасаған кезде балаларға бүкіл код барлығы көрініп тұрады. Мен мысалға ойнаңыз, үйрету. Загрузка отыр. Тұрма сізге? Көрініп тұр, рахмет. Иә, осы арқылы классикалықты басып, балаларға мына жерде 73 адам тіркелуге болады. Кодты бересіз, балалар сол код арқылы жазады, сосын онлайн тест тапсырмасын алсаңыз болады. Рахмет. Оны қалай кіруді білем де, сол қалай Енді байланыстырып қараңыз, енді мына жерде ойнаңыз басасыздар ғой тағы да. Енді екінші. Мына жерде тағайындау деген бар, үй тапсырмасын беру. Мына жерде өз сурет көрініп тұр. Жаңағы үйде отырып жұмыс жасау деген сияқты сурет мағына сауал келтіріп тұр да. Ал мынау қазір жұмыс жасау үйрету. Тағайындауды басқан кезде сізде уже жаңағы жұмысыңызды қанша күнге бересіз. Мысалға бүгін 9 май, мен ертеңге дейін үй тапсырмасын берем. 10 майға дейін, сағат 12-ге дейін маған үй тапсырмасын өткізіңіздер деп. Мына жерде сұрақ таймер тұр, қосулы. Одан кейін мына жерде 3 белгі бар, кездейсоқ жауап реті. Мен оны қоспаймын, яғни перемешка жасау керек деген. Одан кейін ыстық лақап генератор дейді. Бұл жаңа шетелдерге арналған боқтық сөздер жазбау керек деген. Соны жасаймын да, осылай белгілеймін да, жасау деген батырмасын басамын. Жасау батырмасын басқан кезде жаңағы автомат түрде екінші окномыз ашылады. Сол жерден немесе сіз студентке пин арқылы берсеңіз болады. Пин арқылы кішкене ыңғайлы емес. Мен ойлаймын, негізі ссылка арқылы дұрыс болады берген. Көшіресіз копиді басып, сразу телеграмға кіресіз или WhatsApp-қа көшіргеніңізді Ctrl-V арқылы басасыз и жібересіз. Автомат түрде уже группаңызға баратын. Мен уже екінші тапсырма жіберіп жатырмын, Астана туралы. Көрініп тұр ма? Түсінікті, рахмет. Саламатсыздар ма? Сұрақ қоюға бола ма екен? Болады, иә. Мына осы материалдарды біз жаңа бізге жібереміз деді ғой, иә, қалай алуға болады? Қалай алуға болады? Колледждің әдіскеріне міндетті түрде және директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарларының чатына жіберем. Сол жерден әдіскеріңізден директордың орынбасарынан сұрасаңыз болады. Жақсы, рахмет үлкен. Сәлеметсіздер ме, сұрақ қоюға болады ма? Әрине. Мен сұрағым бар еді, мысалы тестті алдын ала Excel немесе HTML бар ғой, форматта жасап, загрузка жасауға бола ма осы Kahoot-қа? Тестті жоқ, олай болмайды. Өзіңіз ручной жаңа жасайсыз. Түсінікті. Бірақ бір жақсысы, жаңа сіз ручной жасайсыз ғой, сосын жасаған тесттарыңызды жаңағы импортировать ете аласыз. Автомат түрде жасап отырасыз ғой, Word-қа жазуды ұмытып кетсеңіз, мына жерден сразу импортировать ете аласыз. Сол бір жақсысы, и жаңағы сразу автомат түрде бір жаңағы плюсы. Мына жерде сұрақ банкіне кіріп, басқа авторлардың сұрақтарын да қосып жіберсеңіз болады. Егер асығып сабаққа уақытыңыз аз қалып жатса, басқа авторлардың сұрақтарын пайдалансаңыз болады. Олар сонда бесплатно ғой да? Ешқандай? Иә, бесплатно. Бұл жерде Kahoot-та бесплатно тест заданиясын жасау барлық түрі.
и жаңа жалған емес, сен ақиқат деген ғана бесплатно, ал егер корона тұрса, ол 7 күнге ғана бесплатно. Рахмет, түсінікті. Жансая Бақытбекқызы, менде мынандай сұрақ бар. Мысалы, менде жаңағы әріптесім айтқандай Excel'де не болмаса Word'та дайын сұрақтарым бар. Соны копировать етіп алып келіп, соны названиесін мына жерге қойсам болады ғой онда. Иә, болады. Сізбен набирать етуім керек па, немен клавиатура арқылы? Жоқ, сіз копировать етіп ставить ете берсеңіз болады, копировать ставить. Бірақ импортировать етілмейді сразу. Ол, значит, сыртқа жіберілмейді дейсіз ба? Жоқ, мысалға сізде Word'та или Excel'де дайын болса материалыңыз, сразу сіз былай қоя алмайсыз. Сіз оны копировать ставить арқылы ғана қоя аласыз. Соны айтам, копировать деп, ставить деп, хотя бы набирать етіп отырмай, дайын сөзді алып келіп, сосын кейін ана жерге ставить етіп отырсам болады, иә? Болады, иә, болады. Жауабында солай жасасам болады, иә? Иә, болады. Жақсы. Мен мына жерде барлық жұмыстардың қанша адам тапсырды, мысалға жаңа астаналар дегенде, менде 21 адам қатысты, соның результатын барлығын көруге болады. Қанша адам жауап берген, барлығы көрініп тұрады осы жерде. Бұл қай неде, панельде, оны... Жерде есептер деп тұрады, reports деп тұрады, мына жерде. Бұл жерде көрініп тұрады. Ашыңызды басқан кезде басқа авторлардың жұмыстары көрініп тұрады. Ашыңыз дегенде. Жаңадан жасау, иә, нені сұрақты? Ашыңыз дегенде басқа авторлар тік тұрады, новый. Ашайын? Мен андай нелер тұрады қазір. Басқа біреудің жұмыстары тұрады. А жасау деген уже мына жерде панельде уже дайын тұрады, мына жерде жасау деп тұр. Ол жаңадан бастау. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Студенттер аты жөндерін өздері вручную кіргізе ма, или... Иә, өздері кіргізеді, никнейм ретінде. Жақсы, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Можно вопрос? Да, можно. А на русском языке будет вебинар на эту тему? Да, в начале нашего вебинара я вам сказала, что на следующей неделе мы будем организовать именно на русском языке по данной теме. Спасибо. Сұрақтарыңыз бар ма? Бізде қазір 195 адам қатысып отыр. Барлығы сіздерге түсінікті ма? Сонда қалай ол бағдарламаны жүктеу керек, одан ары қарай қалай жұмыс жасау керек, балалардың қалай қосылуы керек, мүмкін қайтала десеңіздер, нақты бір функцияларын қайталап жіберейік. Өтініш бар, бола ма айтуға? Әрине. Бірден дегенде загрузка жасау керек, ана каходтың өзін скачивать ету керек. Соған мынаған қазір бір түсіндіруіне 1 сағат уақыт кетті, жалпы. Мүмкін бұны қайтадан бір басқа күні қайталаймыз. Уже скачивать етіп, керек нәрселердің бәрін орнатып. Өйткені бірден мен жеке басым бірден түсінген жоқпын еш нәрсе. Целый процесс қой бұл жерден. Соны бәрін игеріп алған жоқпын. Жақсы, енді сіз жалпы компьютерда жұмыс жасайтын оқытушы болған жұмыс жасайсыз ғой. Сондықтан біз қазір осы бүгінгі өткізген вебинарды ол уже запись жүріп жатыр. Қазір сөйлегеніңізде, менің сөйлегенім, коллегамның барлығын түсіндірген барлық запись жүргізілді. Осы запистің біз ссылкасын сіздерге жібереміз. Арқылы. Сосын сіз сол ссылка арқылы сотовый телефоныңыздан көріп отыру арқылы параллельно компьютеріңізде отырып, осы коллегамның жасаған іс-қимылдарын ары қарай өзіңіз жасап, ары қарай тест сұрақтарын құрастырып, балаларға түрлі ойындар ұйымдастырсаңыз болады. Біз көлемінде 4,5 мыңға жуық адам өз өтініштерін білдірген. Жаңа мен айтып өттім, вебинардың басында бірнеше бағдарлама бойынша біз осындай бесплатный вебинарлар ұйымдастырамыз. Сіздердің өтініштеріңізге қарай.
Сондықтан бір тақырыпты қайта өткізу ол физически мүмкін. Невозможно. Иә. Жақсы, рахмет. Аха, сол үшін осы бүгінгі вебинарымыздың ссылкасы міндетті түрде сіздерге жетеді. Әдіскеріміздің ссылка жіберілді ма метод кабинеттен деп. Не болмаса директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары. Сол екі чатқа мен міндетті түрде жіберемін сіздерге. Ол кісілер арқылы ала аласыздар ссылканы. Бүгінгі күннің жазбасын. Түсінікті. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Бар бір сұрақ. Әрине, қойыңыз. Бұндай видео істеуге болады ма? Анау қатар-қатармен, мысалы, тестті бөлек қалай жасаймыз, үй жұмысын бөлек қалай ату? Менде бар видео дайын. Жаңағы нең ішінде QR кодты сканировать етесің, соның ішінде болған барлығы. Барлығы сақ қойғам соның ішінде. Үй жұмысын қалай, тестті заданиені қалай жасау керек? Да, солай бөлек видео. Бөліп қойдым, иә. Жансая, сізде дайын видео ролигіңіз бар, біз оны да қосымша жібере аламыз, иә? Жібере аламыз. Жансая Бақытбекқызы, сізге үлкен рахмет. Осындай қала деңгейінде үлкен жұмыс атқарып жатқаныңызға. Өйткені кез келген оқытушының қолынан келе бермейді. Келген күнде де кейбір әріптестеріміз өз тәжірибесімен бөліскісі келмей жататын жағдайлар болады. Бұл сіздің жалпы қала деңгейінде қосып жатқан үлесіңіздің бірі. Рахмет айтамыз сізге. Жұмысыңызда сәттілік. Рахмет, Әсет Гарифуллович, рахмет өстіп ұйымдастырып бергендеріңізге. Үлкен рахмет. Мейрамдарыңызбен келе жатқан. Келесі жолы мен алдын ала сіздерге чатта жазып отыратын боламын, қай күні қандай вебинар болатын. Рахмет, Гүлнар Жәлеловна.